Бүгін біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми мәліметтеріне сүйене отырып, 20 ғасырдың екінші жартысынан бері табиғи өлім себептерінің ішінде жүрек, қан тамыр аурулары әлемде бірінші орында тұрғанын талқылаймыз. Демек, адамзаттың өмір жасын ұзартудың ең маңызды жолдарының бірі осы аурулармен күрес. Сондықтан бүгін студияда бізбен бірге жүрек тамыр жүйесінің маманы, дәрігер, кардиолог. Сұрағым, қазіргі таңда ең жиі кездесетін жүрек қан тамыр аурулары және олардың алдын алу жолдары қандай? Сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі уақытта жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары жақсарып бара жатыр. Яғни, бұл аурулардың алдын алу шараларын күшейту өте маңызды. Сізге және оқушыларға ең кең таралған 6 негізгі ауруды 3D визуализация арқылы түсіндіріп өтейін. Гипертония – қан қысымының жоғарылауы, белгілері бас ауруы, көз қараю, жүрек дүрсілі, қауіптілігі инсульт пен инфарктқа өкеледі. Гипотонияда қан қысым төмен болады, белгілері әлсіздік, бас айналу, қауіптілігі естен тану. Инсульт – миға қан бармауы немесе қан құйылуы. Белгілері сөйлеудің бұзылуы, бет қисаюы, қозғалыс жоғалуы. Инфаркт – жүрек бұлшықетіне қан бармай жасушалардың өлуі. Белгісі кеуденің қатты қысылуы. Дер кезінде емделмесе жүрек тоқтауы мүмкін. Ишемиялық ауруда жүрекке оттегі жетпейді. Белгісі кеуде қысып ауырту. Бұл ауру инфарктқа алып келуі мүмкін. Тахикардия – жүрек соғысының шамадан тыс жиілеуі. Белгісі ентігу, бас айналу байқалады. Жүрекке артық салмақ түсіреді. Алдын алу ең тиімді қорғаныс. Дұрыс тамақ, қозғалыс, стрессіз өмір және тұрақты тексеру. Ақпарат үшін көп рахмет. Ұстаздар мен оқушыларға денсаулық тілейміз. Сау болыңыздар.